Құрметті халайық, Молдованың парламенті орыс үйін жабу туралы шешімді мақұлдады. Осыған байланысты 13 қарашада бірнеше сағатқа созылған үлкен пікірталас болған және нәтижесінде 60 депутат қолдаған. Ал 35 депутат, яғни олардың ішінде коммунистер де бар, оған қарсы дауыс берген. Екінші оқылымдағы дауыс беру 10 күннен кейін өтеді. Егерде осы екінші оқылымда құжат мақұлданатын болса, онда елдің президенті Майя Санду оған қол қойып, орталық, яғни орыс үйі Молдовада 2026 жылдың шілде айында жұмысын тоқтатады деп хабарлап отыр. Алайда осыған байланысты мына Молдованың үкіметінде үлкен пікірталастар болды, себебі Ресейдегі орыс үйі бұл ақпарат тарататын орталық емес, бұл пропаганда жүргізіп отырған орталық деген пікірге келіп отыр. Көріп отырсыздар, Әзірбайжан елінде де орыс үйі, яғни русский домның жабылуы туралы ақпарат тараған болатын. Әзірбайжан билігі де өз елінде русский домға тыйым салуды бастады. Енді Молдова. Байқап отырсаңыздар, қазір Ресейдің айналасындағы мемлекеттерде осындай үлкен өзгерістер болып жатыр. Армения билігі ОДКБ-дан шығып кетті. ОДКБ-ны тастап, Армения билігі енді Европаға қарай ұмтылып жатыр. Осындай өзгерістер болып жатқан кезде қазақ билігі қандай шешім қабылдау керек деген мәселе бар. Бірақ қазіргі кезде Қазақстан Еуразиялық экономикалық одақтың да мүшесі және ОДКБ-ның да мүшесі. Бұл тиімді ма, тиімсіз ба, бұл кезге дейін неше түрлі пікірлер айтылды. Мысалы, Еуразиялық экономикалық одақтан түсетін пайданың 1/1 бөлігінде ала алмай отыр. Не себепті Қазақстан бұл ұйымға мүше деген пікірлер айтылды. Экономистердің, мына қоғам белсенділері осындай пікір айтқан болатын. Не себепті қазіргі кезде Ресей санкцияның астында жатыр? Экономикалық санкцияның астында жатқан Ресей не себепті соның барлығын мойындап, мына Еуразиялық одақтан түсетін, ортақ қазанға түсетін пайданың бөлігін неге үлкейтпей отыр? Неге көбейтпей отыр? Өйткені қазіргі кезде әлемдік сауда Ресейден айналып, Қазақстан арқылы Орта Азия мемлекеттеріне келіп жатқан өздеріңіз де жақсы біліп отырсыздар. Алайда Белоруссия, Ресей тарабы бұған қарсылық білдірген. Қазақстанның пайдасының көбеюіне. Ал енді көріп отырсыздар, Молдова билігі өз елінде ақпарат таратып отырған жоқ бұлар. Пропаганда жүргізіп отыр деген шешімге келіп, парламентте дауысқа салып жатыр орыс үйін жабу туралы. Бірінші оқылымда жеңіске жетті. Молдова парламентінде қаншама депутаттар, яғни көптеген депутаттар мақұлдады. Құжат мақұлданды бірінші оқылымда. Енді екінші оқылымда мақұлданатын болса, онда Молдова елінде орыс үйі жабылатын болады. 2026 жылдың шілде айында өзінің жұмысын тоқтатады деген хабарламаны жариялап отыр.